Бірақ Серхаттың үйіне келіп, өзінің жүкті екенін айтады. Бұл жаңалықты естіген Елкем мен Хаял қатты қуанады. Бірақ Серхат қыздарына шындықты айтып береді. Берактың 6 жыл бойы бәрін алдап келгенін, Кадерді жасырын түрде туып, кейін тастап кеткенін, сол себепті ол Беракпен ажырасатынын мәлімдейді. Елкем мен Хаял анасына қарап, өздері сезген күдіктің рас екенін түсінеді. Қыздары ата-анасының өтірік айтқанына ренжіп, оларды кешірмейтіндерін айтып жылап, үйден шығып кетеді. Серхат қыздарының соңынан кетеді. Ал Берак ашуға булығып, Кадерге, сенің кесіріңнен отбасым бұзылды деп, оны жек көретінін айтып, ауыр сөздер айтады. Зейнеп Кадерді қорғап, Беракпен сөзге келіп ұрысады. Аулада Серхат қыздарына, сендерді ренжіткім келмеді, аналарыңды жек көріп кетпесін деп, шындықты жасырдым деп түсіндіреді. Сонымен қатар, Кадердің өмірі өте ауыр болғанын айтады. Оны асырап алған адамдар ұрып, соғып, жұмыс істеткен. Серхат Кадерді сол қиын өмірден құтқару үшін, оны ол үйден алып кеткенін жеткізеді. Осы кезде Жихан қамаудан босап келеді. Ол Серхаттан, қыздарға бәрін айтып қойдың ба деп сұрайды. Қыздар Жихан ағасының да бәрін білгенін түсініп, сен де білдің ба деп таң қалады. Сол сәтте Берак келіп, қыздарынан кешірім сұрап жылайды. Бірақ Хаял мен Елкем анасына қатты ашуланып, бізге жақындаушы болма деп, оны қабылдамай, Жихан ағасымен бірге кетіп қалады. Ал Серхат Беракқа дөрекі сөйлеп бәрі біткенін айтып кетеді. Олардың ұрысып тұрғанын көрген Севем келіп, Берактан не болғанын сұрайды. Берак жылап, Серхат менімен ажырасқалы тұр. Ол қатты өзгеріп кетті деп шағымын айтады. Севем келінін жұбатып, бұның бәріне Зейнеп кінәлі, саған баяғыда оны үйіңнен қуып жібер деп ескерттім деп, оны тыныштандырып, үйіне кіргізеді. Севем Серхатқа келіп, Беракты ренжіткені үшін ұрысады. Бірақ Серхат анасына ештеңе түсіндірмейді. Соған қарамастан, Севем іштей бәрін түсінгендей болады да, бірден Зейнептің бөлмесіне барып, оны кінәлап, сұр жылан бәрін бүлдірген сенсің деп айқайлайды. Серхат анасын тоқтатып, Зейнептің бұл жағдайға қатысы жоқ екенін айтады да, анасын алып кетеді. Ол анасына, Берак Тибеттің көңілдесі болып, жасырын Кадерді туып бәрін алдап жылдар бойы жасырғанын айтады. Бұны естіген Севем шошып, Берактан мұндай сұмдықты күтпеген еді. Эбру Жиханның түрмеден шыққанына қатты қуанып, оны құшақтайды. Ол Жиханға Азыраның қонақ үйге дәл осы флешканы алу үшін келгенін айтып, ішінде не бар екенін сұрайды. Жихан оны алдап флешкада компанияның құпия құжаттары бар екенін түсіндіреді. Жиханның айтуынша, Азыра сол флешканы алып, мені өзінің бақылауында ұстап, өзіне тәуелді еткісі келеді дейді. Эбру флешканы Жиханға қайтарып бермек болады. Алайда Жихан Эбруға сенетінін айтып, Азыраға қатысты флешканы оған қалдырады. Севем үйге кіріп, Беракқа ашуланып, оның бетінен салып қалады. Азыра шошып, араша түседі. Севем Беракқа, мен сені қызымдай көрдім, бұлай істеуге қалай дәтің барды деп айқайлап, оны үйден қуып жібереді. Берак жылап, сықтап, далада қалғанын түсінеді. Ал Елкем мен Хаял анасы үшін жетістікке жетуге тырысқанын айтып, бөлмелеріндегі медальдарын қоқысқа тастайды. Хаял болса, диета ұстамайтынын айтады. Баратын жері қалмаған Берак Зейнептің ата-анасының үйіне келеді. Берак оларға, сіздің қыздарыңыз менің өмірімді құртты, күйеуімнің басын айналдырып, үйіме кіріп алды деп кінә артып, енді олармен бірге тұратынын айтады. Зейнептің ата-анасы қызының ондай ниеті жоқ екенін айтса да, Беракты қуып жібере алмай, Зейнепке хабарласып, көмек сұрайды. Зейнеп Серхатпен бірге келеді. Берак бұл мүмкіндікті пайдаланып, Серхатпен қайта сөйлескісі келеді. Бірақ Серхат оны Зейнептің ата-анасының үйінен күштеп алып шығады. Берак күйеуіне бірге болуды өтінеді. Алайда Серхат оны кешірмейтінін кесіп айтады. Сонда Берак оған, әлі қатты өкінесің деп кетіп қалады. Көшеде Беракты Тулай көріп, таң қалады. Берак оған, тағы да баламды саған тастап кетейін ба деп сұрайды. Тулай аң-таң болып, сен жүктісің ба деп сұрайды. Берак оған, Серхат білгенде қатты қуанатын болады деп жөнімен кетеді. Жихан Азырадан флешканы неге іздегенін сұрайды. Азыра ештеңе жасырмай, бәрін мойындайды. Жихан түрмеден босап шыққанын тойлау үшін, әйелінің сүйікті тағамы мен салатына тапсырыс береді. Азыра еш күмәнданбай, салатты жей бастайды. Бірақ оның жер жаңғаққа аллергиясы бар екенін Жихан жақсы біледі. Жағдайы күрт нашарлаған Азыра өмір мен өлімнің арасында қалып, Жиханның қаншалықты қауіпті екенін түсінеді. Ол аллергияға қарсы дәрісін сұрайды. Жихан оған, менің шыдамымды тауыспа деп ескертіп дәрісін береді. Кейін Жихан ауруханада жатқан Тибетке барады. Оған жаңа ұсыныс жасайды. Енді қонақ үйде жұмыс істемей,
Маған заңсыз адамдарды жіберіп отырасың, оларды өзім қонақ үйге орналастырамын деп айтады. Бірақ Тибет өзінің шартын қояды. Маған 70% үлес төлейсің деп екеуі келісімге келеді. Сөз арасында Жихан Кадер туралы да сұрайды. Оны жетімдер үйіне өткізесің, болмаса өз қамқорлығына аласың деп айтады. Олардың бұл әңгімесін Тибеттің ұлы Ақсел естіп әкесіне ашуланды. Селим ұлына қысым жасап, Кадерді Беракқа не Тибетке беруді талап етеді. Сонымен қатар, Хаял мен Илкемге де Денка сынамасын жасатуды ұсынады. Бұған ашуланған Серхат, Хаял мен Илкем менің қыздарым, бұндайды айтушы болма деп кетіп қалады. Алайда Сергем бәрібір күдіктеніп, жасырын түрде Илкем мен Хаялдың тіс жуатын шетқаларын алып, Денка сараптамасына жібермек болады. Осы уақытта Азра Тулайдың үйіне келеді. Ол Ебуды тездетіп Жиханға жақындатуды жоспарлайды. Сәлден кейін Тулайдың үйіне Мұстафа келіп, екеуі үйлену тойына арналған тәттілерді безендіреді. Тулай Азраның ақшасы жоқ екенін байқап, сыртқа шығып, Азра мен Мұстафаны суретке түсіріп алады. Зейнеп өз мамандығы бойынша мектепке мұғалім болып жұмысқа орналасады. Ол Серхатқа хабарласып, көмегі үшін алғыс айтады. Ал мектепте Ақсел барлығының көзінше Хаял мен Илкемнің анасын мазақ қылады. Бұған шыдамаған қыздар ашуланып, Ақселмен ұрсады. Сол сәтте Беракта мектепке келіп, қыздарын көргісі келеді. Бірақ Хаял мен Илкем анасына ашуланып, сен үшін біз мектепте масқара болдық. Енді сенің қыздарың жоқ деп, оны қабылдамай кетіп қалады. Қонақ үйдің маңында Берак Седефпен кездесіп қалады. Ол Седефке Серхаттың жағында болып, мені сатып кеттің деп ашуланып, одан кек алмақ болып, көлігімен Седефті қағып кетпек болады. Алайда жан дер кезінде Седефті құтқарып қалады. Тибет Зейнепті ауруханаға шақырады. Ол Зейнепке шарт қояды. Кадерді жетімдер үйіне жіберемін. Болмаса, менің үйімде тұрып, Кадерге қамқор боласың дейді. Бұған ашуланған Зейнеп келіспей кетіп қалады. Бұл жағдайды Зейнептен естіген Серхат Кадерді өзінің қамқорлығына алуды шешеді. Азра өзінің айласын жалғастыра береді. Ол қонақ үйге келіп, Жиханмен бірге тамақтанады. Сол жерде Ебруды әдейі ашуландырып, Жиханның көзінше, мен Жиханның заңды әйелімін, ал сен даяршысың деп мазақ етеді. Ебру іштен намыстанады. Кейін Жихан жағдайды жұмсарту үшін Ебрудан кешірім сұрап, қонақ ретінде қонақ үйде қонып, спа мен массажға баруына рұқсатын береді. Кешке Ебру қонақ үйдің бөлмесінде демалып, тамаққа тапсырыс береді. Ал Азра оның қонақ үйде қалғанын біліп, Ебруды Жиханға жақындату үшін күйеуінің телефонымен Ебруға қоңырау шалып, бірден өшіріп тастайды. Көп ұзамай Ебру Жиханға хабарласып, неге қоңырау шалғанын сұрайды. Жихан оған қоңырау шалмағанын айтып, қазір саған барамын, бірге фильм көреміз деп тұтқаны қояды. Ал Азраға да керегі сол еді. Жихан Ебрудың бөлмесіне кіреді. Әңгіме барысында екеуі де өз өмірлерінде жолы болмай жүргенін айтып, сыр бөліседі. Таңертең Зейнеп Ебрудың қонақ үйде түнегенін біліп, себебін сұрайды. Ебру мұны Жиханның шағын сыйлығы деп түсіндіреді. Бірақ Зейнеп сіңілісіне ашуланып, Жиханның көңілдесі болып жүрсің ба деп ұрсады. Ебру өзін ақтап, жоққа шығарады. Ал Берак Серхаттан ақшаны алып, 9 айдан кейін қайта ораламын деп айтады. Серхат бастапқыда оның жүкті екеніне сенбейді. Бірақ Берак кеткеннен кейін, оның шындықты айтып тұрғанын түсіне бастайды. Серхат жасанды ұрықтандыру орталығына хабарласып, өткенді еске түсіреді. 4 жыл бұрын олар эмбриондарын сақтап кеткен болатын. Ол дәрігерден Берактың жасанды ұрықтандыру жасатқанын білгенде, оның жүкті екенін түсінеді. Ал Берак үшін сипап, бұл екеуміздің баламыз. Егер ажырасуды талап етсең, мен бұл баланы Кадер сияқты бөтен адамдарға беремін. Сосын ешқашан оны таппайсың деп қорқытады. Осылайша Серхат қиын таңдау алдында қалады.